Бүгінде заманды жарнамасыз елестету мүмкін емес. Қаладағы жарнамалардың қазақ тіліндегі мәтіннен кететін қателері жайлы бұдан да бұрын талай жазылып та айтылып та жүр. Бірақ көшедегі билборд пен маңдайша жазушылар қатеге тұнып тұрғанын үлкен тұрмақ кіші де айқын көреді. Ал жекеменшік нысандардың атаулары мен сыртқы жарнамалары орыс тілінен мемлекеттік тілге сөзбе-сөз ерсі шала шарпы аударылып, мағынасы өзгерген, сөз тіркесі мен грамматикалық қателер өріп жүр. Кейбір нысандар мүлдем қазақ әрпін қолданбайды. Сондықтан осы сынды реттердің қазақ тілінің қолдауы аясында дамуға үлесін қосуда. Биылғы жылы 10 қыркүйек пен 10 қазан аралығында Қарағанды облысы бойынша көрнекі ақпарат пен жарнамаға сауаттылық атты айлық жарияланған болатын. Осы айлық шеңберінде біздің Теміртауда да өз жұмысын арнайы көрнекі ақпарат пен жарнамаға сауатты атты комиссия құрастырылып, сол комиссия өз жұмысын бастап кетті. Қаладағы қазақ тіліндегі жазуларда кездесетін қателер тіл мамандарын ғана емес, ана тілін білетін барша қауымды алаңдатып келеді. Сыналып та жатыр. Алайда сол сыннан нәтиже болмай, тіл тазалығы күрделі мәселелердің бірі болып қалуда. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның 21 бабына сәйкес сыртқы жарнама орналастырған кезде өзінің бір белгілі талаптары бар. Жарнама екі тілде берілу керек, мемлекеттік тіл және орыс тілінде, керек болған жағдайда басқа тілдерде беріледі. Сосын оның өзінің орналасу тәртібі болады. Егер қазақ тілі мәтіні жоғары жағынан сол жағында болса, орыс мәтіні оң жағынан астыңғы жағында орналасу керек. Сондықтан одан кейінгі өзінің талабы, басы талаптары, шрифтің мөлшері бірдей болу керек. Өз кезегінде бұл бүгін ғана айтылып отырған мәселе емес. Сонда да мамандардың айтуынша бірер жыл бұрын қаланың кез келген көшесін бел ортадан басып көрер көзге көк шыбын үймелетіп тұрған қате жарнамалар осындай түсіндіру шараларының арқасында бүгінде қарасы сейілген. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасына сәйкес Теміртау қаласы бойынша елді мекенде сыртқы жарнама объектілерін орналастыруға Теміртау қаласы бойынша Теміртау қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы мемлекеттік мекемесі берумен айналысады. Сыртқы жарнама объектісіне рұқсат алғысы келген тұлға біздің мекемеге келесі құжаттар, яғни өтініш, сыртқы жарнама объектісінің күндізгі және түнгі бейнесі көрсетілген және де Теміртау қаласының мәдениеттер және тілдерді дамыту бөлімімен келісілген эскизі және де құқық беруші құжаттарын беру жеткілікті. Сыртқы объектіге жарнамаға рұқсат 5 жұмыс күні ішінде беріледі. Жыл басынан бері 8 айдың ішінде Теміртау қаласы бойынша сыртқы жарнамаға 20 рұқсат берілген болатын. Жарнамадағы қателіктер көбіне қазақ әліпбиінің төл дыбыстарынан кететінін және өзге тілден тікелей аударма жасау салдарынан болатынын аңғардық. Туған тілдің қадірін ұқпай, өзге тілдің туын желбіретпейтініміз хақ. Сондықтан мұндай көпшіліктің көз алдына шығарылатын жарнамаларды назарға ұсынуда арнайы мамандардан нұсқау алу ешқашанда артық етпейді. Ана тілімізге жанашырлық таныту барлығымыздың ортақ міндетіміз екенін естен шығармайық.